Амансыздар ма, қадірменді қалайық, құрметті киносүйер, өнерсүйер қауым, құрметті қазақ киносының жанашырлары. Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі мен Қазақ ұлттық өнер университеті бірігіп ұйымдастырып отырған онлайн дәрістер аясында 1960-70 жылдардағы қазақ киносындағы көркемдік тартыс деп аталатын дәрісімізді бастағалы отырмыз. Біз неліктен бұл дәрісті таңдадық? Бұның бірнеше себептері бар. Өздеріңізге белгілі, өткен ғасырдың 60-70 жылдары қазақ руханиятының баға жетпес олжасы деп есептелетін менің атым Қожа, Қилы кезең, Тұлпардың ізі, Тақиялы періште, Алдар көсе, Арман атаман, Гауһартас, Қыз жібек секілді тағы да басқа көптеген қазақ киносының інжу-маржанына айналған классикалық фильмдеріміз дүниеге келді. Міне одан бері 50-60 жыл өтіп бара жатыр, бірақ уақыт өткен сайын, ұрпақ алмасқан сайын бұл фильмдер өзінің өміршеңдігін, мәңгілік екенін дәлелдеп келе жатыр. Шынында да бұның себебі неде? Әрине, ең алдымен айтпағымыз, кез келген дүниенің артында үлкен тұлғалар тұрады. Жаңағы біз атаған фильмдердің де басы қасында Шәкен Айманов, Мәжит Бегалин, Абдулла Қарсақбаев, Сұлтан Қожықов, Шәріп Бейсенбаев секілді біздің қазақ киносының ұлы классик режиссерлері мен Ғабит Мүсірепов, Әкім Тарази, Қалихан Ысқақов, Бердібек Соқпақбаев секілді қазақ әдебиетінің көптеген көрнекті өкілдері болды. Бұған қоса бұл фильмдер арқылы қазақ театр мен кино өнерінің қаншама ұлы актерлері мен актрисаларының өнерін тамашаладық. Сонымен тартыс немесе көркемдік тартыс дегеніміз не? Жалпы тартыс бұл философиялық, психологиялық, әлеуметтік тұрмыстық, идеялық, символикалық болуы мүмкін, немесе жекелеген адамдардың арасындағы, саяси көзқарастардың арасындағы тартыс болуы мүмкін. Тіпті мына өмір мен өлімнің арасындағы, зұлымдық пен мейірімділік арасындағы тартыс болуы мүмкін. Жалпы тартыс деген сөз бұл латынның конфликтус деген сөзімен тығыз байланысты. Ол күрес, соққы, шайқас, қарама-қайшылық деген мағынаны білдіреді. Сонымен бұл шығармадағы көркемдік тартыс нені айқындайды? Бұл ең алдымен өнердің кез келген түрі болсын, мейлі ол кино, театр, бейнелеу өнері, мүсін өнері болсын, музыка болсын, әдебиет болсын, жалпы өнердің кез келген түрі мен әдебиеттің кез келген шығармасында көркемдік тартыс бұл сол шығармадағы идея мен кейіпкердің тұлғалық болмысын айқындайтын категориялардың бірі. Біздіңше мына жоғарыда аталып өткен фильмдердің өміршеңдігінің бір себебі осы көркемдік тартыста болып отыр. Олай болса, ол фильмдердегі көркемдік тартыс қандай мәселенің негізінде құрылады? Әрине, бір дәрістің айналасында, бір дәрістің аумағында, аясында 60-70 жылы түсірілген барлық фильмдердегі көркемдік тартыс туралы айтып өту мүмкін емес. Сондықтан біз 4 фильмді таңдап отырмыз. Осы 4 фильмнің негізінде жаңағы 60-70 жылдардағы қазақ киносындағы көркемдік тартысты айқындасақ деген ойымыз бар. Сонымен бұл 4 фильм қандай фильмдер? Бұл Шәкен Аймановтың «Бір ауданда» деген фильмі, Абдулла Қарсақбаевтың «Қилы кезең» деген фильмі, Мәжит Бегалиннің «Тұлпардың ізі» және Сұлтан Қожықовтың «Қыз жібек» фильмі. Алдымен Шәкен Аймановтың «Бір ауданда» деген фильмнен бастайық. Фильм 1960 жылы түсірілді. Фильмдегі басты кейіпкер ауданның басшысы Сабыр Баяновтың рөлін Шәкен Аймановтың өзі орындайды. Осы жерде тағы бір мәселе айтқым келіп отыр. Жалпы қалың көрермен
Шәкен Аймановтың біздің сүйікті дәрігер, тақиялы періште, алдар көсе, атаманың ақыры, атамекен деген фильмдермен өте жақсы таныс. Алайда осы 60-шы жылы түсірілген жаңағы айтылған бір ауданда деген фильмді біздіңше аса жақсы таныс емес секілді көрінеді, өйткені бұл фильм шынында да өте сирек көрсетілді кезінде. Оған қоса өкінішке қарай бұл кинотану саласында да әлі толық зерттеліп болмаған фильм деп ойлаймын. Сонымен бұл фильмдегі көркемдік тартыс қандай мәселеге құрылады? 1950 жылдардың соңы мен 60 жылдардың басында жалпы мынау еліміздегі ауыл шаруашылығы, соның ішінде әсіресе мал шаруашылығына қатысты біраз өзгерістер болады. Бұл фильм осы кезеңдегі өзгерістерді бейнелеген фильм. Ең алдымен айтқым келетіні, бұл фильмдегі көркемдік тартыс бірден фильм басталғанда басындағы эпизодтардың бірінде әдегеннен көрсетіледі. Яғни фильм бірден көркемдік тартысты, яғни кейіпкерлердің арасындағы тартыспен басталады. Ол қандай тартыс? Тартыс бұл көркемдік тартыстың бір жағында жаңағы біз айтып өткен Шәкен Айманов ойнайтын Сабыр Баяновпен, екінші жағында сол Сабыр Баяновтың айналасындағы жас мамандардың бірі Асанәлі Әшімов орындайды бұл рөлді. Дүйсен Бектасов екеуінің көзқарастарының арасындағы қарама-қайшылық. Яғни екі түрлі дүние танымның, екі түрлі көзқарастың қарама-қайшылығы. Дәл осы қарама-қайшылық жаңағы біз айтып өткен фильмнің эпизодында бірден көрінеді. Енді сөзіміз жалаң болмас үшін қазір фильмнің осы сәтіне назар аударып көрейік. Мне брошено тяжелое обвинение, что я встал поперек линии партии в вопросах животноводства. Бюро считает, что я дальше не способен руководить районом. Вот как? Единогласия не было. Я, например, воздержался. Неужели из-за этой статьи? Сабр, Дюсен. Дело не в статье. А в чем же? Вы сами виноваты во всем, Сабыр ага. Ваше поведение на бюро, ваш характер, в конце концов. Характер мой не устраивает. Потому что я терпеть не могу вот пустой болтовни. Сабр, статья-то понравилась? Серьезное дело. А что он знает о местных условиях? Ну, что ты знаешь, Саша, о нашем районе? Ну, скажи. Ну, мало знаю, признаюсь. Вот, все так. Не знают, а вмешиваются. А верно, что Алабасский район отказался приобрести пекинских уток? Да, отказались. На черт они нам сдались, утки. У нас в районе лучшая порода овец, лучшая шерсть. Высокие надои молока. Сколько овец в районе? 150 тысяч. И сколько мяса вы сдаете государству? Сабр. 1500 тонн. Значит, 50 тысяч овец ежегодно идет на убой. Разумеется, если это хорошие, упитанные овцы. Так? Да. А сколько потребуется времени, чтобы вырастить этих овец? 2 года минимум. Так вот, 500 тысяч уток весят столько же, сколько 50 тысяч овец. А вырастить их можно 8 раз быстрее, за 3 месяца. Так что же из этого? Ну а кто же ими заниматься будет? Что, старик Атабай? Смагул? Айша? А может, меня попросите? Людей найдем. Поднимем молодежь, женщин позовем. Да, вы найдете. Сегодня утки, завтра кролики, послезавтра свиней прикажете разводить. Этого ты хочешь?
Ну а почему не разводить? Потому что мы живем в районе, где большинство населения казахи. У нас свои обычаи, проверенные веками, поколениями. Надо их уважать, черт побери. Міне, өздеріңіз жаңа айтып өткен эпизодқа куә болдыңыздар. Яғни, бұл эпизодтағы тартыстың бір жағында Сабыр Баяновтың көзқарасы, екінші жағында Бектасовтың көзқарасы. Жалпы бұл фильм әсіресе 50-ші жылдары мал шаруашылығына арналған фильмдерге мүлдем ұқсамайды. Жалпы ол фильмдердің жанында мүлдем оқшау тұрған фильм. Өйткені 50-ші жылдары мал шаруашылығы туралы түсірілген көптеген фильмдер жиі кеңестік киноның схемасынан ауытқымады, яғни соның аумағынан шыға қоймады. Ал бұл фильм, жаңа өздеріңіз көріп отырсыздар, бірден осы мал шаруашылығына қатысты ұлттық дүниетанымды Бектасовтың көзқарасына, яғни партияның таңып отырған көзқарасқа бірден қарсы қояды. Шәкен Аймановтың орындауындағы Сабыр Баянов мынау бір ауданның басшысы деңгейінен мүлдем басқа деңгейге көтерілетін кейіпкер. Ол тек ауданды басқаратын кейіпкер емес, ол халықтық деңгейде ойлайтын, жалпы халықтың мүддесін, ұлттық мүддені ойлайтын кейіпкердің деңгейіне көтеріледі. Фильмде Сабыр Баянов өте мұңды кейіпкер. Өйткені ол жалғыз, мынау теке тіресте, қарама қайшылықта оның көзқарасын бөлісіп, оған қолдау көрсететін көпшілік мүлдем көрінбейді бұл фильмде. Сондықтан да бұның жалғыздығы, кейіпкердің жалғыздығы, оның трагедиясы, драмасы, мұңы деп айтуымыз керек. Бір қызығы, жаңағы біз айтып өткен фильмдер, яғни кеңестік киноның схемасында жасалған фильмдерден бұл фильмде әсіресе соңғы жағы аса алшақтап кетпейді. Ең соңында Сабыр Баянов Крыловтың кабинетінде өзінің жеңілгенін мойындайды. Бірақ осы жерде тағы бір қызықты мәселе бар. Жаңа ғана Крыловтың кабинетінде өзінің жеңілгенін мойындаған Баянов сыртқа шыққанда мына әппақ мәрмәрден жасалған мұнаралардың арасымен өтіп барып көшеге шығады. Міне осы көрініс, осы ең соңғы көрініс өте көп нәрсені өзгертетін секілді. Өйткені жаңағы әппақ мәрмәр мұнаралар жылылықтан гөрі суықтықты, салқындықты сездіреді. Бұны әрқалайша оқуға болады. Жаңа ғана мойындаған, өзінің жеңілген мойындаған Баяновтың ішкі сезім болу мүмкін бұл. Мүмкін ол сырттай мойындағанымен жеңілген, ал іштей ол мойындамауы да мүмкін. Ал мүмкін бұл режиссердің сөзі болу мүмкін. Сондықтан бұл тұста да бұл фильмнің соңғы кадры, яғни көркемдік шешімі, дәстүрлі кеңес киносының схемасында шешілді деп бір жақты айта алмаймыз. Сонымен Шәкен Аймановтың бір ауданда фильмнің көркемдік тартысында ең басты негізгі орын алған мәселе бұл ұлттық дүниетаным, ұлттық көзқарас. Яғни тартыстың бір жағында міндетті түрде жаңағы Сабыр Баяновтың көзқарасы тұр. Енді келесі тағы бір айтатын фильміміз бұл 1964 жылы Мәжит Бегалин түсірген Тұлпардың ізі фильмі. Фильмнің сценарийін белгілі жазушы, кинодраматург, сценарист Әкім Тарази жазды. Фильм жалпы сол кездегі қазақ киносына бір жаңа леп, бір жаңа серпіліс алып келген фильм болды. Фильмде де жаңағы бір аудандай фильмдегі секілді кейіпкерлері сол мал шаруашылығымен, қой шаруашылығымен айналысады. Бірақ бір аудандай фильмнен айырмашылығы өте көп. Бір аудандай фильмде
бірден дегеннен ашық, жаңағы көзқарастардың қарама-қайшылығы ашық көрсетілсе, бұл фильмнің жалпы стилистикасы, жанры тұрғысынан бір аудандай фильмнен мүлдем өзгеше. Сондықтан оның үстіне фильмде ашық ештеңе айтылмайды. Көбінесе кейіпкерлердің бет жүзінің ым-ишараты, іс-қимылдары арқылы көрсетіледі. Өте көп сөз жоқ, тіпті мүлдем үнсіз деуге де болады. Кезінде Шыңғыс Айтматов бұл фильм туралы Қазақ әдебиеті газетінде өте тамаша бір мақала шығарған болатын. Яғни бұл фильм қой шаруашылығы, мал шаруашылығы туралы фильмдердің ішінде шынында да ерекшеленіп тұратын фильм деп атады. Сонымен бұл фильмде Тұлпардың ізі фильмінде қандай көркемдік тартыс, қандай мәселеге құрылады деген сұрақ туады. Бұл фильмнің көркемдік тартысының бір жағында тағы да сол басты кейіпкер қарт Танабайдың дүниетанымы, екінші жағында сол Танабайдың ұлы Тұрардың ішкі жан дүниесі, соның көзқарасы тұрады. Фильмнің аздап оқиғасын айтатын болсақ, алыс қыстауда қыс кезінде қой бағып жүрген шопан отбасының микро әлемі мен сол отбасына жұмыс бабымен келген Танабай, яғни жас Танабайдың осы кейіпкерлердің арасындағы қарым-қатынастың негізінде өрбиді. Фильмде кездейсоқ бір боран кезінде бір отар қой жоғалып кетіп, сол қойды іздеп Тұрармен жаңағы жас Танабай екеуі шығады. Сол боранды түні әбден қойды іздеп, әбден шаршаған екі кейіпкер осы фильмнің ең бір шарықтау шегі осы тұста көрінеді. Яғни Тұрардың да мінез құлқы, жас Танабайдың да болмысы, мінез құлқы осы тұста көрінеді. Міне осы тұс фильмнің ең бір шешуші тұсы. Осы жерден бастап, дәл осы жерден бастап Тұрар мен оның жары Жауқаздың, Тұрар мен оның әкесі қарт Танабайдың арасындағы бір ашық айтылмаса да бір шиеленіс басталады. Өйткені осы түні екеуінің, яғни жаңа жас Танабай мен Тұрардың екеуінің арасын байлап тұрған арқанды Тұрар өз қолымен кесіп, жанындағы серігін боранға қалдырып кетеді. Міне бұл дәл осы сәт әкесінің баласына деген көңілінің қалуы, көңілінің толмауын білдіреді. Осы сәт әкесінің ішіндегі бір трагедияны, ішіндегі бір қайғыны білдіреді. Өйткені Тұрар ғасырдан ғасырға келе жатқан дала заңын бұзады. Ол заң қандай заң? Ол заң, даланың заңы бойынша кез келген адам өзінің серігін өлімге қиып кетуіне мүлдем болмайды. Тұрар міне сол түні, боранды түні, өзінің жанындағы серігін дала заңын бұзып, боранға қалдырып, өлімге қиып кетеді. Міне осы бұл бір қарағанда бұл фильм бір қарапайым шопан отбасының бір өмірін, әлемін көрсететін секілді көрінеді. Бірақ бұның ар жағында, жаңа айтып отырмыз ғой, дала заңы бұзылды. Соны оның әкесі, Тұрардың әкесі түсініп отыр. Яғни ол сатқындықтың, бір жағынан бұл сатқындық, екінші жағынан тоғышарлық, яғни қай жағынан алсақ та құптауға болмайтын әрекет болатын. Міне осы жерде бір қызығы, осы әкесінің баласына деген көңілі толмайтыны, ашық, аузынан ешқандай ашық сөз шықпайды, бірақ бұның барлығы оның қас-қабағы, көзқарасы, қимыл әрекеті арқылы біз бәрін түсінеміз. Қазір міне осы фильмдегі
Ең соңында, фильмнің соңындағы мына тұрардың келіншегі Жауқаз үйден кетіп, Жауқазды іздеп, әке шешесіне отырған бөлмеге келетін тұсына мән берейік. Осындағы Кәукен Кенжетаев ойнайтын тұрардың әкесінің сыртқы қас қабағына, іс әрекетіне, ым ишаратына назар аударсаңыздар. Өкінбе, қан қызындай нетіп, ауылда жүресің. Өкінбе. Жауқаз! Жауқаз қайда? Қайдасыңыз? Балам. Әйел сенікі емес пе? Міне қазір Тұлпардың ізі фильмнің соңындағы көріністерінің бірін көріп тамашаладыңыздар. Жалпы Кәукен Кенжетаевтың сомдауындағы әке бейнесі, оның қас қабағы, қатал көз қарасы, адам сотынан гөрі ардың соты әлде қайда ауыр екенін аңғартады. Өйткені оның өзі сайын даланың бүкіл заңын тұла бойына сіңірген, әбден сіңірген адам. Ал оның ұлы Тұрар сол заңды бұзып, ен далада кез келген сәтте кездесетін сын сағатта солқылдақтық көрсетеді, қорқау мінез танытады. Міне дәл осы жерде әке мен ұлдың арасындағы рухани байланыс үзілгенін көруге болады. Сценарий авторы Әкім Тарази мен режиссер Мәжит Бегалин Кәукен Кенжетаевтың осы кейіпкері арқылы ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатқан қазақтың мызғымас болмысын, мінезін көрсетеді. Жалпы қазақы дүниетаным кеңістігі мен көшпенді болмысының негізгі діңгегі Кәукен Кенжетаевтың осы кейіпкерінің болмысымен тығыз байланысып жатыр. Сонымен Тұлпардың ізі фильмдегі тартыстың бір жағында әкенің мықты болмысы, ал екінші жағында оның ұлы Тұрардың қорқау, сатқын болмысы жатыр. Осы екі болмыстың арасында біз көзге көріне бермейтін, ашық айтылмайтын, бірақ емеурінмен берілетін, сезуге болатын бір текетірес жатыр. 1966 жылы қазақ киносының тағы бір тамаша туындысы Қилы кезең деген фильм экранға шығады. Фильмнің жанры бұл тарихи революциялық жанрда түсірілген фильм. Сценарий авторы Зейін Шашкин, режиссері Абдулла Қарсақбаев. Белгілі кинотанушы профессор Бауыржан Нөгербек бұл фильм туралы былай дейді. Қилы кезең фильмі кеңестік тарихи революциялық фильмнің дәстүрлі үлгілерінің заңдылықтарын бұзған фильм. Шын мәнінде бұл фильмнің кейіпкерлерінен кеңестік тарихи революциялық фильмнің әбден штампқа айналған кейіпкерлерінің болмысын, бейнесін мүлдем кездестіре алмаймыз. Фильмнің оқиғасы 1918 жылы қазақ даласында кеңес үкіметі орнатылып жатқан аласапыран кезеңде өтеді. Осы кезде өзінің ауылы мен ағайын жұрты мен арғы бетке көшіп бара жатқан Жүнісбайды қызыл әскердің комиссары Тоқтар қолға түсіру керек болады.
Фильмде жалпы жүністі біз бірден жүністің өзін көрмейміз. Ең алдымен жүнісбайды ұстау керек деген, яғни көшіп бара жатқан жүнісбай туралы естиміз. Содан кейін жүніс туралы тағы бір кейіпкер бар, Нұржұман Ықтымбаев ойнайды. Нұржұман Ықтымбаев, яғни сол жүністің жалшысы болған кейіпкерден естиміз. Содан кейін барып саймен көшіп бара жатқан жүністің ауылын қызыл әскер келіп қырған тұсында қолға түскен кезінде көреміз. Міне осы кезде қолға түскен жүністі қол аяғын байлап тұтқындап алып келе жататын, яғни Тоқтардың тұтқындап алып келе жататын бір көрініс бар. Осы көрініс бұл фильмнің негізіне салынған тартысты идеяны анық көрсетеді деп ойлаймыз. Қазір осы фильмдегі осы көрініске назар аударайық. Тоқтар, айтылмай кеткен өкпе жаныңды іштей қинайды екен. Өкпе айтатын уақыт әлі табылады. Қазір менің бір аяғым жерде, бір аяғым көрде. Біле тұрып неге мазақтайсың? Менің қалқам шырылдаған бозторғай сияқты құмайдың құлқынына түсіп кетпесе, ол да шарықтап кең дүниеде ұшар еді ғой. 16-шы жылы Ақпатшаға қарсы халықты көтерген кезімде сен де менің отрядыма кеп қосылдың. Онда халқыңды сүйетінсің, Тоқтар. Жазалаушылардан көп адамды құтқардың. Ол кезде екеуміз бірге едік. Ал қазір сен кімсің? Басқыншылармен бірігіп халқыңа қарсы шықтың. Бәлкім есіңде болар, сол жылы генерал сені 5-ші рет өлімге бұйырғанда құтқарып алған мен едім. Бәр есімде жүніс. Сені қазақтың көсемі болар деп ойлап ем. Міне осы көріністе жүніс тұңғыш рет экранда пайда болады. Жалпы дәстүрлі кеңестік фильмдерде байдың бейнесі адуынды, қатыгез, сүйкімсіз, жағымсыз болып көрінетін. Ал мына жерде біз мүлдем басқа кейіпкердің бейнесін көріп отырмыз. Жүніс керісінше бұл көріністе ақылды, терең, зиялы, парасатты болып көрінеді. Яғни оның бойынан дала аристократының болмысын көріп отырмыз. Жаңа өздеріңіз көріп тамашалаған көріністерде назар аудартатын бірнеше сәт бар. Соның ең алғашқысы Тоқтар мен жүністің әбден қираған моланың арасымен келе жатуы. Ата-бабасының әруағы қоныс тепкен моланың қирауы кез келген қазақ үшін одан өткен қасірет жоқ екені белгілі. Тағы да бір назар аудартатыны екі қазақтың бір-бірін байлап матап тұтқындап алып келе жатуы. Оның бірі жаңағы дала аристократы жүніс болса, екіншісі сол жүністің бауыры, қандасы Тоқтар. Тағы да бір назар аудартатыны екеуінің арасындағы диалогтар. Сол диалогтардың бірінде жүніс былай дейді: менің халқым шырылдаған бозторғай секілді. Құмайдың құлқына түсіп кетпесе, шарықтап кең далада ұшар еді ғой дейді. Шынында да қандай мұңды сөздер. Дәл осы сөздерді басқа емес, жүністің аузына салуы кездейсоқ емес. Жалпы мына қазақ киносының тарихында дәл осылай халықтың қасіретін, халықтың тағдырын көрсететін сөздер, көріністер өте кемде кем. Міне жаңағыдай сөздерді айтқан жүніс алдында мыңғырған малы бар, жеке басының мүддесін күйттеген бай емес, керісінше сол халқымен бірге бозторғайдай шырылдаған үлкен азаматтың болмысын беріп отыр. Жүністің бейнесінің келесі бір ашылуы, анығырақ ашылуы фильмнің соңына қарай көрініс береді. Міне осы кадрға қазір тағы да назар аударсақ.
Бұл көріністер қилы кезең фильмнің дәстүрлі кеңестік тарихи революциялық фильмге мүлдем ұқсамайтын тағы бір дәлелі. Байқасаңыздар, жаңағы көріністерде бірде-бір сөз айтылмайды. Есесіне, кейіпкерлердің әрбір қимылы, әрбір іс-әрекеті, ишараты, бет жүзінің әрбір мимикасы өте маңызды. Бұлардың барлығы кез келген сөзге қарағанда әлде қайда көбірек ойды жеткізеді. Енді бірер минуттан соң екі кейіпкердің тағдыр жолы екі жаққа айырылады. Біреуі өзеннің арғы бетінде қалса, біреуі бергі бетінде қалады. Осы бір қас қағым сәтте Жүністің тұлғалық болмысын толық аяқтайтын, толыққанды беретін бір штрихтарды көріп отырмыз. Ол қандай штрихтар? Ең алдымен байқайтынымыз, Жүніс екі алақанымен жинап алып келген суын Тоқтардың бетіне бүркеді. Содан кейінгі тағы бір сәт Тоқтарға кезелген мылтықтың аузын кері бұрады. Үшінші бір сәт, және бұл өте маңызды, фильмнің жалпы көркемдік шешімінде маңызды рөл атқаратын ең бір шешуші сәт, оның үстіне фильмнің жалпы идеясын, ойын, авторлардың көрерменге айтқысы келетін, жеткізгісі келетін ойын білдіретін сәт бұл Жүністің Тоқтардың алдына құндыз бөрік пен алмас қылышты қоюы. Сонымен бұл құндыз бөрік пен алмас қылыш арқылы Жүніс не айтқысы келеді? Жүніс осы әрекеті арқылы Тоқтарға бір бөріктің астында мына елдің, жердің, халықтың азаттығы, еркіндігі жолында бірге күресейік, бірігейік деген ойды айтып отыр. Олай болса, Жүністің осы ой арманы қилы кезең фильмінің негізінде жатқан тартыстың бір жағында тұр. Алдындағы айтып өткен бір ауданда Тұлпардың ізі фильмдеріндегі секілді қилы кезең фильмінің де маңыздылығы, жалпы қазақ киносының тарихы үшін аса маңызды рөл атқаратын бір себебі де осы. Яғни, бұл фильмнің көркемдік тартысының бір жағында міндетті түрде халықтық, ұлттық құндылықтарды, ұлттық арман мақсатты көздейтін ой жатыр. Дәл осы жаңағы қилы кезеңде негізіне салынған Жүністің жаңағы ой арманын біз келесі Қыз-жібек фильмінен де көреміз. Қыз-жібек фильмі 1970 жылы түсірілді. Жалпы бұл фильмді сүйіп көрмейтін қазақ жоқ десе де болады. Ғабит Мүсіреповтің сценарийі бойынша түсірілген Сұлтан Қожықтың бұл фильмі шын мәнінде қазақ руханиятының ең бір баға жетпес құнды дүниесі екені бәрімізге белгілі. Сонымен бұл фильмнің көркемдік тартысының негізінде жатқан қандай ой? Жаңа қилы кезеңдегі Жүністің ой арман мақсатын айтып отырмыз. Яғни сол Жүністің Тоқтарға ұсынған құндыз бөрік пен алмас қылышты осы фильмнен де көруге болады. Бір қарағанда фильм екі жастың махаббаты, сол махаббатқа жасалған қастандық туралы секілді көрінеді. Алайда, бұл фильмнің жаңағы біз айтып отырған тақырыптың астарында, оның ар жағында жаңағы қилы кезеңдің көркемдік тартысында жатқан негізгі ойды оқуға болады. Бұл Қыз-жібек фильмнің де жаңағы көркемдік тартысының бір жағында елдің бірлігі, халықтың азаттығы, амандығы жатыр. Міне осы ойды білдіретін, осы ойды ашық жеткізетін фильмде бір сәт бар. Қазір біз осы сәтке назар аударайық. Ол халайық! Жағалбай
Ағайынның айыбы қандығырынға келе алмай қалғаны болса, оған да бір себеп бар шығар. Бірақ мәселе онда емес. Мәселе мынада. Болмашыға өзіміз. Söyleyin alayı söyle. Өзіміз болмашыға күнде қырылысып жатқанда сырт көз бізді бақпай ма екен? Әрине! Сөз бар ма? Қансыраған елімізге қызықпай ма екен? Қызыққанда қандай? Қысық көзді қиғаш қабақ. Көршің бар бір бүйіріңді. Тістесе, бақсының құмалағындай шашылып кеткен еліміз бар. Күннің шығысынан батысына дейін созылған ламбайтақ жеріміз бар. Сыймай жүрсек екен-ау. Сыйсалмай жүрміз ғой. Менің сізге ең алдымен айтпағым осы еді. Міне Қыз жібек фильмнің мәңгі өмір сүруінің сыры осында. Алдында айтылған фильмдер секілді, бұл фильмнің де астарында елдің, жұрттың, халықтың амандығын, еркіндігін көксейтін ұлы ой арман жатыр. Естеріңізде болса, фильмнің соңында алдында ғана Төлегеннің ту сыртынан оқ атып, жібектің аулына аласұрып келген Бекежанға 300-дің биінің әрқайсысы үкім шығаратын тұсы бар. Бұл 300-дің биінің үкімі елдің шетіне жау ентелеп келіп тұрғанда жеке бастың өкпесін халықтың, елдің амандығы жолында құрбан қылған Бекежанға шығарылған тұтас қазақтың үкімі болатын. Сонымен бүгінгі дәрісімізде қарастырылған барлық фильмді біріктіретін бір ерекшелік бар. Ол ерекшелік, ол фильмдердің әрқайсының астарында жатқан, осы бүкіл дәрісіміз бойы қайталап келе жатқан елдің, жердің амандығын көксейтін ой арман. 1960-70 жылдары шығарылған көптеген фильмдердің әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтпай келе жатқанының бір сыры осында жатыр. Дәл қазір еліміз өте бір күрделі кезеңді басынан өткеріп жатыр. Тағы да сын сағаты туды. Міне осы кезде жаңағы фильмдердің астарында жатқан ойдың тағы да өзекті екеніне көзіміз жетіп отыр. Әрине, егер біз бірге болсақ, бұл күрделі кезеңнен аман-есен, абыроймен шығатынымызға кәміл сенеміз. Еліміз, жұртымыз аман болсын.